Қарныңыз ашқанда ең бірінші не істейсіз? Бірден тәтті жейсіз бе? Газдалған сусын ішесіз бе? Немесе аш қарынға кофе іше саласыз ба? Бұл қарапайым көрінетін әрекеттер ішкі ағзаны күйретіп, асқазаннан бастап бауырға дейін зиян келтіруі мүмкін. Бүгін біз қарын ашқанда адамдар жиі жасайтын 3 қауіпті қателікке тоқталамыз. Бірінші, аш қарынға кофе ішу. Көпшілік таңертең немесе аш қарынға кофе ішуді қалыпты дағды деп санайды. Шын мәнінде бұл асқазанға, жүрекке және жүйке жүйесіне соққы. Harvard School of Public Health зерттеуіне сәйкес, аш қарынға кофе ішкен адамдарда асқазан қышқылы артып, гастрит, қыжыл және рефлюкс есе жиі кездеседі. Кофе кортизол гормонын, стресске жауапты, күрт арттырады, жүрек соғысы жиілеп, мазасыздық пайда болады. Сондай-ақ кофе ішкеннен кейін, тамақ ішпесеңіз, инсулин бөлінбей, қандағы қант деңгейі ауытқиды. Ұзақ мерзімде бұл инсулинге төзімділікке, тіпті 2 типті диабетке себеп болады. Дұрысы, кофені тек жеңіл таңғы аспен бірге, немесе кейін ішіңіз. Аш қарынға жылы су, жеміс немесе ботқа дұрыс таңдау болады. Екінші, аш қарынға тәтті жеу, немесе газды сусын ішу. Қарын ашқанда тәтті немесе тез көмірсуларды қабылдау қантты күрт арттырып, ағзаны шокқа ұшыратады. American Diabetes Association. Аш қарынға қант жеген адамда инсулиннің күрт бөлінуі байқалады. Бұл қанттың тез төмендеуіне, әлсіздікке, ашушаңдыққа себеп. Ұзақ мерзімде ұйқы безі шаршап, инсулин секрециясы бұзылады. Газдалған сусын немесе тәтті шырын. Көп мөлшердегі фруктоза бауырға түсіп, оны май жинауға итермелейді. Бұл стеатоз, майлы бауыр ауруы қаупін арттырады. Дұрысы, аш қарынға күрделі көмірсу мен ақуыз қажет, сұлы ботқасы, жұмыртқа, жаңғақ, жеміс. Үшінші, аш қарынға спортпен шұғылдану. Көп адам салмақ тастау үшін аш қарынға жаттығу жасайды, әсіресе таңертең. Иә, бұл калория жағуға көмектесуі мүмкін, бірақ Journal of Clinical Endocrinology зерттеуі, аш қарынға жаттығу қанда кортизол мен адреналин мөлшерін арттырады. Бұл жүрекке шамадан тыс жүктеме болып, қысым көтерілуіне әкеледі. Сондай-ақ бұлшық ет тіндері энергия үшін ыдырай бастайды. Аш қарынға жаттығу кезінде жүрек соғысы 20-25% жиілейді. Қан қысымы тұрақсызданады. Бұл әсіресе 40 жастан асқан адамдар үшін қауіпті. Дұрысы, жеңіл таңғы ас, бір банан, жаңғақ, йогурт қабылдап барып жаттыққан дұрыс. Жаттығудан кейін толық тамақтану бұлшық еттің қалпына келуіне көмектеседі. Қорытынды, аш қарын ағза үшін ерекше күй. Бұл кезде дұрыс шешім қабылдамасаңыз, асқазан, ұйқы безі, бауыр мен жүрек зардап шегеді. Кофе, тәтті, спорт, бұлардың бәрін дұрыс уақытпен дұрыс жағдайда қолдану керек. Денсаулығыңыз өз қолыңызда. Аш қарын ағзаға емес, миға тамақ беру уақыты.